Енді екінші мәселе бұл қоғамға бейімдеу білім саласына. Жаңа мен атап өткенім жоғарғы білім және ғылым министрлігіне тиесілі университеттерге арнайы мамандық ашу. Осындай балалармен жұмыс істеу деп ойлаймыз. Осындай балаларға жаңағы мен айтып кеткен қоғамға бейімдеу мәселесі бойынша дей тұрғанмен бұл аутизмнің жаңағы психоневрологиялық ауытқуы бар балалардың жеңіл формалары болады. Оларға білім алу мәселесі бойынша қоғамға бейімдеу және де трудотерапия дейміз, еңбекпенен қамтамасыз ету. Міне осы жолдармен ғана біз алып шыға аламыз. 7 жасында, 18 жасында қайта тексерістен өтеді ғой, сол кездегі деңгейін қарайды. Ал енді бұл саланың мен медицина саласының маманы емеспін, бірақ енді мен де ел сияқты оқимын, мен де зерттеймін. Бұл жерде өте күрделі зерттеулер қажет, ол ғылыми жобалар жүру керек деп ойлаймын. Себебі біз нақты анықтауымыз керек. Өкінішке орай бізде жылдан жылға сайын осындай ерекше балалардың саны артып келе жатыр. Именно аутизм бойынша. Сол себептен біз қоғамды я бейімдейміз, я болашақта мектеппен қатар өкінішке орай жаңағы орталықтарды салатын боламыз. Ондай болмас үшін біз қоғамға бейімдеп алуымыз керек болады. Ерекше білім қажеттілігі бар балаларға қамқорлық жасау өте мемлекеттің маңызды міндеті. Бұл ретте оқу ағарту министрлігі нақты қадамдарға барып отыр. Біз былтыр осы ерекше қажеттілігі бар балаларға назар аудару мақсатында инклюзия арнайы білім департаментін құрдық. Бұрын бұл қызметпен министрлікте бір адам ғана қызмет атқаратын болса, біз енді осыған арнайы департамент арнап отырмыз. Қазіргі таңда бұл ерекше оқу қажеттілігі бар балаларды біліммен, сапалы біліммен қамтамасыз ету бағытында кешенді жұмыстар жүргізіліп жатыр. Біздің министрліктің даму тұжырымдамасында ПМПК-ларға қолжетімділікті арттыру бойынша нақты көрсеткіштер бар, және біз өңірлердің бұл жұмысты атқаруына күнделікті бақылау жасап отырмыз. Әрине, бұл кезектілік мәселесі бар екенін айтуымыз керек. Және әр өңірде тиісті балалардың санына байланысты, қажеттілікке байланысты бұл орталықтар ашылуға тиіс. Қазіргі таңда біз бұл жұмыстарды бақылап отырмыз. Өңірлер кезең-кезеңмен бұл ПМПК-ларды ашып жатыр. Одан бөлек балаларға түзету қызметінің қолжетімділігін қамтамасыз ету өте маңызды. ПМПК-лардың бұл жерде атап өтуіміз керек негізгі міндеті бұл балалардың ерекше оқу қажеттілігіне баға беру. Ал жалпы түзету қызметінің арнайы мектептерде немесе білім беру ұйымдарындағы арнайы класс сыныптарда өткізіледі. Бұндай сыныптар Қазақстан Республикасында білім туралы заңға сәйкес қажеттілік болған жағдайда кез келген мектепте ашылуға тиіс. Ол жергілікті атқарушы органдардың тікелей міндеті осыны қамтамасыз ету. Бұдан басқа біз қазіргі таңда үлкен жұмыс тобын құрып, балаларға, ерекше оқу қажеттілігі бар балаларға кешенді көмек көрсету бойынша заң жобасын әзірлеуді бастадық. Бұл заң жобасы жалпы осы саладағы түйткілді мәселелердің барлығын жүйелі түрде шешуге өзінің ықпалын тигізеді деп сенеміз. Бұған еліміздегі барлық қоғамдық ұйымдар, ғалымдардың барын басын қосып осы жұмысты ұйымдастырып жатырмыз. Енді өзіміздің жоспарымыз бойынша осы жұмыс тобы осы биылғы жылдың бірінші жарты жылдығында өз жұмысын аяқтайды. Және заң жобасы сенат депутаттарының бастамасымен мәжіліске енгізіледі деп күтіп отырмыз. Ерекше білім қажеттілігі бар балалар деп айтамыз. Олардың жалпы саны 200 мыңнан асады.